Өткен түнде арнасына сыймай тау өзеніндей құтырып жатқан лама жынынан айрылған бақсыдай моп-монтай иреңдеп жылжып жай ағып жатыр. Россияның топырақтары бос келеді. Кішкене жауын жауса, оның ой қырында тайғанақтамай жүре алмайсың. Келте бұйрық нөсер жауын, қараңғы түн, белуардан батпақ қажыған сол қол сағымды сындырып жабықтырып, жасытып үміт үзіліп, белім кесіліп қала жаздапты. Тәлтіректей қырдан ойға тайғанай басып келемін. Бір айналдырғанды шыр айналдырады дегендейін, ауыр түн бастан өтті кетті. Ал енді күндіз қандай халде болар екенбіз? Ауыр бір түн өтті бастан, құйды нөсер аямастан, өңменімнен жел өтті, суға ағып, оқты қағып, бірнеше жас қыршын кетті. Ішім күйді, көңілім мұңды, тәлтіректеп тайғанап, қырдан ойға мен келем, қорегім жоқ күн-түні тыным алмай, қарны ашып сапта тұрған жауынгерге не берем? Біздің штаб кешегі племхоздың үйіне орналасқан екен. Алдында тұрған жауынгерлер менімен сәлемдесіп жол берді. Алдыңғы бөлмеге кіріп келсем, жерге төселген плащ-палатканың үстінде шашылып жатқан пулеметтің темірлері, мүйісте үйіліп жатқан шүберек, кендір түбіті мақта. Божанов пен Краев екеуі жеңдері шынтақтарына дейін түрілген, саусақтары сарғылт бурыл май, тазартып болған бір пулеметті құрастырып, бір жерінің қиюын келістіре алмай тұрғанының үстінен шықтым. Жауынгерлерге үйретпей, енді өздерін қара терге түсіп, тұр екенсіңдер ғой дегенімде, екеуі де бастарын көтеріп, орындарынан ұшып тұрды. Жалқаулық түбі қорлық деген осы болады. Сендердің мына істеп жатқандарың, менің атқосшым Сенченконың орнына мен ат ерттеп, ер-тұрман тазартып жатқанмен тең. Жолдас комбат түні бойы, тарт тіліңді, өз обалың өзіңе, үйрете білмесең, жұмсай білмесең, бұдан былай да көрген күнің осы болады. Кто будет командовать ротой? Лейтенант Краев или ефрейтор Блоха? Жолдас комбат, өте тығыз бір істің кезінде келдіңіз деп, екінші бөлмеден Рахимов мені шақырды. Рахимов өте ұқыпты жігіттің бірі еді. Ол карта бойынша білген деректерін маған баяндады. Көріп тұрсыз, жолдас комбат, көршілерімізден бізбен иін тіресіп, қолтықтасып тұрған ешкім жоқ. Жер жағдайы шалғай, арамыз қашықта, алыста. Оң жақтағы көршімізден арамыздың қашықтығы 2 километрдей. Сол жақтағы көршімізбен 1,5 километр. Біздің сыбағамыз да нормадан 2 есе мол. Жан жағымызды қалайша қамтамасыз етпекпіз. Пулеметтер мен зеңбіректердің тағы керек кезінде Филимоновтың ротасын жұмсармыз. Қой, көзбен көріп тұрып, жер жағдайын байқап шешелік мәселені. Шақыр командирлерді. Рекогносцировкаға барып, алдымен жер танып алдық. Тимковская гараның дәл қыр төбесіндегі бір шөп маясын тасалай топтанып тұрмыз. Ауа райы ашық, аспан бұлтсыз, айналаның барлығы көз жеткенше айқын көрінеді. Алыстан қарауытып Рюховская, Спас Рюховская, ойда Тимково, батыста кеше азанда, түнде көшесінен біз өткен көк күмбезді шіркеу бар Волоколамск қаласын көзбен шолып тұрмыз. Алыстан самолеттер сарыны естілді. Теріскей жақтан қатарын тізген тырнадай аспанда бомбардировщиктер көрінді. Олардың үстін ала қаршығадай зымырап, истребительдер ұшып жүр. Бәрінің бет алысы Волоколамск, гүрілдеп, зуылдап біздің үстімізден өтіп барады. Қалаға жақындай бергенде самолеттер маңайында бұрқ-бұрқ етіп сенсең терідей 15-20 көк бұйра бұлттар пайда болды.
Ол біздің аспанға атқыш зеңбіректердің оқтарының жарылған орны. Самолеттер қайқия өрлеп барып, қала мен станцияның үстінен төмен қарай түйіліп барып, бомбаларын тастап, қайтадан өрлей ұшып, теріскейге бұрылып кетіп жатыр. Дабыл қаққандай тарс-тұрс сарын, құйындай аспанға шапшыған қара түтін. Ол ірі бомбалардың жарылып, қала үйлерінің күлін көкке ұшырып, ойран салғаны. Бомбардировщиктердің соңынан іле, жер бауырлап, қалбалақтай ұшып, оқ жаудырып, майда бомбалар тастап, штурмовиктердің бірнеше топтары бірінің соңынан бірі үшеулеп, алтаулап, тоғыздан қатарланып зуылдап өтіп жатты. Самолеттердің ойранының түтіні басылмай-ақ, ізбе-із алыстан күн күркіреп, найзағай атқандай қатты сарын естіледі. Артиллерияның сұрапыл дабылы басталды. Қала үстінде мыңдаған снарядтар мен миналар ұлып ысқырар келіп жауды. Жер күңіреніп кетті. Қала талқандалып, қою қара түтін қаптап, үйлер өртене бастады. Демек, жолдас комбат, дұшпан барлық күшін қалаға салмақ болды ғой, деді Рахимов. Әнекей, танктер келеді, деді Бозжанов. Апырмай, мына ит біздің кісілерге тыныс алдырарым емес қой, қайтеді осы. Ойдағы Тимково тарапынан өрлеп, таспақаша жер бауырлай өрмелеп, келе жатқан танктер оның соңынан машинаға мінген жаяу әскерлер еріп келеді. Ал артиллерия болса атқылауын тоқтатар емес, құйындата төмпештеп жатыр. Атыс саябырси келгенде танктер қаланың шетіне жетті. Ал енді көшеде қоян қолтық ұрыс басталды. Қала үшін ұрыс кешке дейін созылуы да мүмкін, деді Рахимов. Не істе демексіз, жолдас комбат? Көрерлеріңді көрдіңдер ғой, біздің тұрған шебіміз қаладағы соғысып жатқан біздің күштердің оң қанаты. Біз берік болсақ, дұшпанның оларды бұл жақтан орағытып алмауына себеп боламыз. Кешікпей-ақ біздің де кезегіміз келер. Барыңыздар орындарыңызға, дайындалып сақ болыңыздар, деп тараттым командирлерді. Бір сағаттан кейін немістердің бірнеше тобы біз жаққа қарай бұрылды. Танктері жоқ, жаяу әскерлері ғана. Ал енді біздің кезек басталды, жолдас комбат. Негізі күшінің сол қанаты қамтамасыз еткелі істеп жатқан қимылы ғой. Оншама көп көрінбейді ғой. Осыған төтеп берсек те жарар. Қаланың тарапынан қызу қырғын соғыстың дүбірі естіледі. Оған қарағанда арпалыс айқас көше сайын екендігі байқалады. Біздің күштер оңайлықпен бере қояр емес. Біздің алдыңғы мақсатымыз қалада белуардан қан кешіп соғысып жатқан күшіміздің жаудың аз тобына болса да оң жақтағы өкпе тұстан соқтырмау. Қайтсе де соған жарап берсек, оларға көрсеткен жәрдеміміз сол болмақ. Филимоновты сол жаққа шығарыңыз. Ашық аралықтарға бітеу болсын. Барлық пулеметтер мен зеңбіректер де сол жаққа нысанасын бұрып дайын тұрсын. Жау қырдан ылдилап ойға түскенше атушы болмаңыздар. Неғұрлым жақындағанын күтелік деп жұмсадым штабтағы командирлер мен байланысшы хабармандарды. Филимонов бастаған топ взводымен қозғалып жаңа шепке бара жатыр. Кейбір пулеметтер мен зеңбіректердің позицияларын өзгертуге кірісті. Немістер біздің жақтан бұл маневрді көріп, біраз кідіріп тоқталды. Екі жақтан да атыс жоқ. Біраздан соң жаудың тағы бір тобының қарасы көрінді. Мыналары неғып доғарылып қалды десем, соңынан қосымша күш күтіп жатыр екен ғой, деді қасымдағы Бозжанов. Бұлардың ойы бір тобымен бізді солға түріп тастап, екінші тобын қаладағылардың оң бүйірінен соқпақ қой, деді Рахимов.
ойы солай болар, әйтпесе тоқтамас еді. Ал енді бізде қарап жатпалық. Краев пен Брудныйдың алдында ешкім көрінбейді. Екеуі де сайдың ар жағындағы орманға қарай біріндеп шегінуді бастасын. Сол қырдан ойпаңды да қаланың шетін де атқылау қолайлы болар, деп бұйырдым Рахимовке. Күтпеген жерден оң жаққа көрші полктың командирі Шехтман комиссары Корсаковпен бірге келді. Шехтман таза киінген, орта бойлы, қасқа бас, қоңқы мұрын, сопақ бет подполковник. Корсаков болса сұңғақ бойлы, жасыл көзді, ат жақты келген, мінезі ауырлау. Батальонный комиссар. Оларға мен қысқаша жағдайды айтып, өзімнің тұрақталған шешімімді баяндадым. Ашықтан ашық жерде дұшпанның көз алдында ойыңызды қалайша іске асырмақсыз, оған дұшпан көне қояр ма екен, деді Корсаков. Біз де оныкіне көнбейміз, ашық жерде жасырынбақ, ойнамақ емеспіз. Біз ротаның оғын бір рота қалқан тұтып, анау тұрған орманды төбеге жетсек, бастырмалатып атып, немісті қаланың шетіне жолатпаймыз. Меніңше комбаттың шешімі дұрыс, деп қоштады мені Шехтман. Бірақ біз бір қозғалғаннан кейін тоқтай алмай жүрмесеңіздер, деп комиссар күдіктенгенін айтып тұрғанда, бірнеше оқ зуылдап қасымыздан өте шықты. Оқтың біреуі Шехтманның алдындағы кесекке тиді. Барлығы түсінікті ғой, ал жүріңіз, комиссар, біз кетейік, деді Шехтман сөзін аяқтатпай. Көрші болғаннан кейін арамызды анық қанықтап алалық та, деді комиссар. Анықтайтын несі бар, тәйір-ай, жүріңіз, бізді күтіп отырған болар. Жүріңіз, деп Шехтман жүріп кетті. Олар көп ұзамай-ақ немістер бізді артиллерия, минометпен атқылай бастады. Қарқыны оншама күшті емес, көп болса бір-екі ұшақ батарея сиректеп атқылап тұр. Неғып көп кідірді десем, артиллерия мен бізді біраз төмпештеп алып тиіспек екен ғой. Қаладағы күштен саған күрделі жәрдем бола қоймас жуырда, деп ойладым. Филимоновтың тобы біздің бірнеше пулеметтер мен зеңбіректер жауға оқ жұмсады. Ентелеп келе жатқан жау қатарлары жата қалды. Мен тастан қаланған сарайдың ығында тұрмын. Краев пен Брудныйдың топтары взвод-взводтан араларын қашық ұстай андалап, Тимково қырынан өзен бойына ылдилап келеді. Өзенге жете бергенде олардың немістер атқылай бастады. Олар жата қалды. Жатпастан, тоқталмастан судан, шосседен өтіп жаңа позициясына орналассын деген бұйрықпен байланысшылар жүгіріп кетті. Біраз дағдарыстан кейін барлығы орындарынан тұрып, бытырай анталап тез жүріп келеді. Мен тұрған сарайдың қатарынан өте бергенде, бір бөлімшенің алды артынан бірнеше миналар бұрқ ете жарылды. Жауынгерлер жүгірді. «Әй, не лежать и не ложиться», деп айқайладым мен. «Неге олай дедіңіз?» деді қасымдағы Божжанов таңданып. Немістер де Филимоновтың тобы да мыналар қашып бара жатыр деп ойлап қалмасын, деп жауап қатты оған Рахимов. «Хаби, сен осылармен бірге жаңа позицияға бара бергін, келісім бойынша бекініс ұйымдастырсын. Мен Филимоновпен бірге барамын». Рахимов жүгіріп Краевты қуып жетіп, екеуі топ арасында дұшпанның атысы астында жаңа позицияға қарай жүріп барады. Кейбір жауынгерлерге оқ, әйтпесе снаряд пен минаның жаңқалары дарып, оларды екеулеп жолдастары сүйемелдеп, әйтпесе көтеріп барады. «Мен сіздің қасыңызда болайын, жолдас комбат», деді Божжанов. «Қалсаң қалғын,
Дұшпан артиллерия мен Филимоновтың тобын біраз төмпештеп алды да орындарынан тұрып тізбектеле аңдып келеді. Оларды Филимоновтың тобы барлық қаруларымен атқылады. Біреуі құлап, біреуі жығылып, біреулері сүрініп, қатарлары сиректегеніне қарамастан немістер ентелеп келе жатыр. Біздің жақтан атыс күшейе бастады. Немістер тоқтап жата қалды. Қараңызшы, деді Бозжанов. Жүгір Филимоновқа. Енді немістерге Краев пен Брудный жаңа позициядан оқ атқанша бас көтерткізбесін. Бозжанов жүгіріп кетті. Қыр басынан жаудың бір пулеметі біздің шегініп бара жатқан топтардың үстіне оқ жаудырды. Біз жақтан бір зеңбірек бастырмалата ата бастады. Жау пулеметінің үні өшті. Алыстан естілген дүбір сарынына қарағанда қалада әлі де қырғын соғыс жүріп жатқанға ұқсайды. Бозжанов жүгіріп қайтып келіп, Филимонов шегінуге рұқсат сұрайды, деді ентігіп. Шақыр оның өзін мұнда. Бозжанов сарайдың мүйісіне барып, қолын бұлғақтатып, бірнеше белгілер көрсетті. Байқауымша екеуі бұрыннан алыстан қалай тілдесу жөнінен келісіп қоюлары керек. Филимонов орнынан тұра салып, бізге қарай ытқи жүгірді. Рота бастырмалатып атқылап жатыр. Сіздің бұйрығыңыз бойынша, деп Филимонов демін ала алмай сөйледі. Қазірше барлығы да ойдағыдай болып жатқан көрінеді. Ефим Ефимович, дедім мен оған. Сіздерге тағы да біраз шыдап беруге тура келер. Краев, Брудный топтары кеткен тараптан атыс басталды. 3-4 зеңбіректің снарядтары жау тобының қатарында бырқылдай жарылды. Опырмай, аралары тіптен жақын еді. Өздеріміздің оқтарымыз өздеріміздің адамдарға тиіп жүрмесе игі еді, деді Бозжанов. Менің атқосшым Сенченко 2 атты жетектеп келіп, маған көзімен ана жақтан атыс басталды ғой, енді неғып тұрсыз дегендей қарады. Сен шапқын Рахимовке, дедім мен оған. Атысты барлық құралдардан үдетсін. Жирен қасқаны да жетектей кеткін, мен жаяу барамын. Ал Ефим Ефимович біртіндеп взвод-взводпен шегінуді ұйымдастырыңыз. Бір взвод жаңа позицияға жеткенше екеуі орнынан қозғалмай атқылап жатсын. Шегінгендер ата бастағанда екіншісін орнынан қозғаңыз. Өзіңіз ең соңғы взводпен бірге шегініңіз. Біз Бозжанов екеуміз болсақ, осы жерде тұрамыз. Сіздердің соңыңыздан ілесерміз. Түсінікті, жолдас комбат. Атыстан атыс, шегіну, бір-біріне көмектесу сияқты ұрыс әбігерлігі үстірмелете қызу жағдайда Филимоновтың взводтары қаймыға арпалысып шегініп барады. Ефим Ефимовичтің өзі соңғы взводтың арасында қолын әрі-бері сілтеп, бірдеңе деп айқайлап барады. Олар шосседен өтті. Енді біз мұнда неғып тұрмыз, жолдас комбат? Дүрбімен қарашы, қаланың шетінде кімдер көрінеді? Ойбай, қараңызшы, жолдас комбат, ана қалбалақтап жүгіргендер немістер ғой. Қарасам, қаланың шеткі үйлерін паналап жүрген немістер екені рас екен. Демек, Волоколамскіні жау алыпты ғой. Ал жүргін, енді кету кезегі біздікі.